Құрметті оқырмандар, бүгін оқырмандар хаты рубрикамның 4-ші шығарылымы шықты. Бұл рубрикада әркім өзінің басынан өткерген өмірлік жағдайларын сипаттап жазатын болады. Алдыңғы 3 шығарылымды видеоның соңында белгілеп кетемін, қарап көрсеңіздер болады. Және міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін күнімді көптен бері кейінге қалдырып келе жатқан ісімді қолға алумен бастадым. Ол ішіндегі мені жегідей жеген ойлармен бөлісіп, жерімді тарқатпақ мақсаты хат жазу болатын. Шынымды айтсам, өзге біреуге айтуға ұят жағдай, қатты ұяламын. Оның үстіне көбіміз сыннан, жұрттың бізді саусақпен шошайтып, сыртымыздан өсек әңгімеге ілінуден қатты қорқамыз ғой. Әйел атаулыны қашанда жақсысын асырып, жаманын жасырып өмір сүру керек деп тәрбиелейді. Менің күйеумен тұрмыс құрғаныма 23 жыл болды. Күйеуімнен 2 перзент сүйдім, 2 қызым бар. Үлкен қызым 22 жаста. Жігітімен бірге шет елге оқуға кеткен. Кіші қызым 19 жаста. Ол да оқуына байланысты басқа қалада пәтер жалдап тұрады. Менің басты проблемам отбасындағы жағдай. Өмір бойы күйеуіме тек балаларым үшін шыдап өттім десем де болады. Басында қыз бен жігіт болып жүргенімізде барлығы керемет болатын. Өмірімнің соңына дейін сүйіп, құрметтеп өтем деген талай уәделер болды. Кейіннен үйлену той бітіп, отбасылық өмір басталғанда ол өзгеріп шыға келді. Күйеуім өте өзімшіл болып, үнемі мені алдайтын. Алғашқы жылдары менің шыққан тегімді айтып кемсітетін. Мен қаладан шалғай жақтағы кішігірім ауылдан шығып, сол жақтың мектебін бітірген едім. Қалаға оқуға түсуге келгенімде жолдасыма кездейсоқ жолығып, сосын сол кісіге тұрмысқа шықтым. Ол сол кезде қазір оқуды қоя тұр, кейін өзім түсіремін, саған тіпті оқудың да, жұмыс істеудің де қажеті болмайды. Мен сені отбасымды асыраймын деген. Айтқанымда үйленген соң мені мазақ етіп, айғайлап, масқаралап көп жылататын болды. Шешесі де балама басқа әйел алып беретін едім деп күн сайын титығыма тиіп арамызға түсе беретін болды. Сосын мен бұндайға енді шыдамаспын деп 2 жасар қызымды алып кетіп қалдым. Алғашқы үйден кеткенім осы болды. Ақыры үлкеніміз 2 жаста болғанда біз жалдамалы пәтерге көшіп бөлек тұра бастадық. Мен мұнда енді бәрі жақсы болар деп үміттенген едім. Алайда үмітім ақталмай, жағдай мүлде басқаша өрбіді. Бұрын шешесінен сәл де болса сескенетін ол, енді тіптен есіріп өзін жаман қырынан көрсете бастады. Мүмкін ол балаларым үшін соншалықты жаман әке және күйеу болмаған да шығар. Бірақ мен үшін оның сыртымнан басқа біреумен көңіл жарастырғандығы қатты соққы болды. Бір рет шалыс басқан шығар бәлкім деп ойлағам. Бір рет емес, кейіннен тіпті жиілеп кетті. Әңгіменің немен басталып, немен аяқталарынан қорқып, білсем де білмегендей болып жүруге тырыстым. Қазір ойлап қарасам, сол кезде бәрін нүкте қойғанда қазір мұнша өкінбес педім. Мен оның жайлы өмір сүру үшін жастығымды, барлық армандарымды құрбан еттім. Мен тек ол ұнататындай іс істеп, көңілден шығамын деп өзімді ұмытып кеттім. Тіпті соның айтқан нұсқаулығы бойынша киінетін де болдым. Мұның себебі басқа біреумен көңіл жарастырғаннан кейін мүмкін мен оның көңілінен шықпай жүрген шығармын, оның ойындағыдай жүріп тұрсам, көңілі баяғыдай болар деген үміт болды. Қандай ақымақ болғанмын. Мен қазір кіммін, не үшін өмір сүрем мүлде білмеймін. Бір кездері әке шешемнің үйіне де қайтып барған кездерім болды. Шешем, мына қызыңды қалай асырайсың? Сені жақсы көріп тұрса да, мына 2 қызыңды өз баласындай бауырына басатын қандай адам табылады? Өзіңді ойламасаң да қыздарының болашағын ойла деп 1 аптадан кейін үйге қайтарып жіберді. Осылай 2 қызым үшін бәріне шыдаймын деп күні бойы үйді жинау, тамақ дайындау, кір жуумен күндерім зырғып өтіп жүрді. Күйеуім бұрынғы әдеттерін тастамады. Күйбең тіршілікпен мен өзімнің кім екенімді ұмытып та кеттім. Кішкентай балаларым үнемі ауыратын. Менің күйеуім балалардың жылағанын естісе болды, балаларға да дұрыс қарай алмайсың деп мені айыптап, көңілі толмай жүретін. Қыздарымды күндіз-түні жалғыз өзім қарап өсірдім. Күйеуім болса, мен ақша тауып жатырмын, онсы да жұмыста шаршағаным жетер деген желеумен
үй шаруасына мүлдем жәрдемдеспейтін. Сондайда бұл неткен әділетсіздік, менің осы уақытқа дейінгі жұмыс істегенім, бар еңбегім неге есепке алынбайды деп ойланатынмын. Күйеуім менің жұмысының бәрін жоққа шығарып құнсыздандыратын. Айтып-айтпай не керек, жастық шағым осылай күйеуімнің көңілі, қыздарымның болашағы, үй қамы деп өтті де кетті. Енді міне жасым 53-ке келді. Соңғы уақытта өмірімнің бәрін ой елегінен өткізіп, жастық шағымда тәуекел етіп бара алмаған шешімімді енді қабылдайтын кез келген екен деген ойлар жиі мазалады. Ол ажырасу жайлы шешім болатын. Сосын 6 ай бұрын қыздарымды жинап алдым да: «Қыздарым, сендер енді бой жеттіңдер, кәмелет жастан астыңдар. Кезінде сендердің бақытты балалық шақтарың үшін көп нәрсеге көз жұмып келдім. Осы қыздарым әкесіз өспесін, кейін маған реніш артпасын деген ойлармен ғана бәріне шыдап келдім. Енді жасым келді, әкелерімен де ара қатынасымыз түзелген жоқ. Қаншама жыл стресте өмір сүріп, денсаулығым да қазір мәз емес. Сендер бой жеттіңдер, енді еш алаңсыз әкелерімен ажырасқым келеді» деп айттым. Бірақ қыздарым бұл жаңалықты мен ойлағандай қабылдамады. Олар ажырасу туралы тіпті ойламауым керек деп үзілді-кесілді мәлімдеді. Менің басына не өткергенімді біле тұра, егер ажырасатын болсаңыз, біз сізбен ара қатынасымызды үземіз деді. «Мама, әкемнің сізге көңіл толмағанмен бізге жақсы қарайтын. Ол бізді жақсы көреді, біз оны білеміз. Оның үстіне біздің оқуымыздың ақысын төлеуі керек. Тұрып жатқан пәтеріміз тағы да бар. Бізге тек әкеміз көмектесіп жатыр ғой. Әкеміздің демеушілігі қажет бізге. Сондықтан біз әкемізді қолдаймыз. Кешір. Өзің де асықпай ойлансаңшы, осы жаста қайда барасың? Кім сені қабылдайды? Не жұмыс істеймін деп, күнімді қалай көрем деп ойландың ба? Осынша жыл шыдап, енді саған не көрінді? Жас қыз секілді ажырасам деп», деді қыздарым. «Не бол ойыңнан бас тарт, не әкемен бірге бізді де ұмыт». Мен оларға ажырасқаннан кейін де ол олардың әкесі болып қалатын және оларды асырайтынын түсіндіруге тырыстым. Бірақ олар ешқандай сөзімді елемеді. Сол әңгімеден кейін әлі есімді жия алар емеспін. Күйеуімнің сатқындығы қыздарымның сөзінің жанында түк болмай қалды. Мен қыздарымды олар не айтса да қатты жақсы көремін. Олар менің өмірімнің мәні және олармен байланысымды үзгім келмейді. Кейін айтқандарына өкініп сабаларына келер. Бірақ жүрегімде сонда да өкпе пайда болды. Өйткені олар менің басына не өткенімді біле тұра, менің қамымды емес, қарабастарының қамын, әкесінің ақшасын артық көрді ма? Деген сұрақ көкейімді тесіп барады. Мен оларды даладан тауып асырап алмадым ғой, өгей болды дейтіндей, өз қыздарым емес пе, қалайша бұлай маған айтады. Мен ешкімді бұл әңгімемен ажырасуға үгіттемеймін. Өткенге өкінішім көп. Тек айтқым келетіні, аяулы қыздар, аналар, тұрмыс тіршілік, бала шаға деп өздеріңізді ешқашан соңғы орынға қоймаңыздар. Өзіңді құрметтемейтін адамның махаббатына лайық болам деп жан ұшырғанша ешқашан өзіңнің дәрежеңді төмендетпе. Мүмкіндік болса оқы, дамы, жұмыс істе. Бәрі сенен бас тартатындай жағдай болғанда мен сияқты өзіңді қауқарсыз сезінбес үшін. Жаным деген балаң да өсіп ер жетіп өз жолымен кетеді екен. Сен тәрбиелеп өсірдің десең де, әркім өз қалауын істейді екен. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.